Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз дүниетану пәнінен менің құқығым мен міндетім тақырыбын біз адал елдің ұрпағымыз аясында өткізетін боламыз. Бүгінгі сабақта сенің қандай міндеттерің барын, жауапкершіліктің қандай болатынын үйренесің. Адалдық, парасаттылық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру жайында білетін боласың. Ал балалар, олай болса сабағымызды бастайық. Балалар, міндет дегеніміз не? Міндет дегеніміз әр азаматтың орындауға тиісті абыройлы борышы. Болашақта сендер мамандық таңдау үшін жоғары оқу орнына түсесіңдер. Сол үшін не қажет? Әрине, тәртіп пен білім қажет. Сендер тәрбие мен білімді әрине отбасынан, мектептен аласыңдар. Бұл сендердің болашақ өмірлеріңе сабақ болады. Және үлкен белестерді бағындыруыңа себепші болады. Сонымен сендер жоғары білім алып, отан алдындағы борыштарыңды өтеуге міндеттісіңдер. Қазіргі таңда сендер мектептен білім алып, өз міндеттеріңді атқарып жатсыңдар. Ал балалар, құқық дегеніміз не? Құқық бұл Қазақстанның әр азаматына берілетін заңды мүмкіндік. Қазақстанның әрбір азаматының өз құқығы бар, және ол еліміздің конституциясынан біле алады. Ол еліміздің негізгі заңы деп аталады. Мемлекет азаматтардың құқығын қорғайды. Ол сендерді сыртқы қауіптен сақтайды, еркін өмір сүрулеріне жағдай жасайды. Конституцияда көрсетілген құқықтар мен міндеттерді орындау әр азаматтың борышы болып саналады. Әр азаматтың құқығы мен міндеті осылайша жүзеге асады. Ал олай болса балалар, әрбір бала неге құқылы екенін көрсетейік. Қамқорлыққа құқылы, дәрігерлік көмек алуға, дем алуға және бос уақытын пайдалануға, білім алуға, отбасында өмір сүруге және тәрбиеленуге, және ақпарат алуға, есім мен азаматтық алуға әрбір бала құқылы. Және біздің міндетіміз не? Сабаққа қарау, ата-анаға көмектесу, дұрыс тамақтану, киімдерді таза ұстау екен. Және балалар, жауапкершілік дегеніміз не? Жауапкершілік бұл саған берілген міндеттерге жауаптылықпен қарау. Ал олай болса балалар, біз күнделікті міндетімізді дұрыс атқарып жүрміз бе? Бір сәт ойланайықшы. Ал олай болса балалар, осы жауапкершілікке байланысты мына бейне үзікке назар аударайық. Өткен заманда Күйік деген шаһарда бір етікші болыпты. Оның жарлы көршісінің Абзал есімді баласы бар екен. Ол бала өз бетінше талаптанып шаһар медресесіндегі ұстаздан дәріс алып тұрады екен. Ненің арам, ненің адал екенін әбден үйреніп алады. Бір жағынан ата-анасының да айтқанынан шықпайтын тіл алғыш, адал, көркем мінезді ұл болып өседі. Бұл бейшара өз нәпақасын өзі тауып ата-анасына көмектессін деген оймен оны қасына көмекші етіп алады. Ерінбей жалықпай етікшіліктің бар қыр-сырын үйретеді. Бала бір күні етікшінің етік жамағында үнемі жібін түймейтіндігін байқап қалыпты. Аң-таң болған Абзал етікші ұстазынан мұның мәнісін сұрайды. Сонда ол: «Қарағым, етік жамағанда жіпті түймесем, ол етік көп замай қайта жыртылады. Сөйтіп оның егесі оны жаматуға қайта әкелмей ме? Сөйтіп маған жұмыс, бала-шағама нан табылады», депті. Сонда Абзал медреседен алған ізгілік сабақтарын есіне түсіріп үлгереді. «Ағатай, бұл күнә ғой. Адам кәсібіне адал болуы керек емес пе?» Етікші бұл сөзге аса құлақ аспай: «Адалдық адамға нан болмайды ғой», деп жауап бере салады. Иә балалар, бұл жердегі етікшінің әрекеті дұрыс деп ойлайсыңдар ма? Әрине дұрыс емес. Ұлы Абайдың «Алдау қоспай адал еңбегін сатқан, қолы өнерлі қазақтың әулиесі сол» деуі де адалдыққа толық сипаттама береді. Адамгершілік ұжымдық ортада бойына сіңірген тәрбиесіне, біліміне және адал еңбегіне байланысты қалыптасып, адамның жеке басы мен
моральдық тұлғасын сипаттайды. Әрбір адам өз ар-ожданы алдында адал, шыншыл болғанда ғана адам бойында ізгілік пен адамгершілік қасиеттері қалыптасады. Адалдық аса қымбат байлық. Қазіргі кезде осы адалдық қасиетінен ада өз ісіне жауапкершілікпен қарамаудың арқасында елімізде сыбайлас жемқорлық дендеп барады. Сыбайлас жемқорлығы жайындағы мына бейнеүзекке назар аударайық. 2019 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлықты қабылдау индексіне сәйкес 180 елдің ішінде 113 орынды иеленді. Елдердің жалпы рейтингінде 100-ден 34 балл ғана жинады. Бұл мәселе республикадағы көптеген салаларға әсер етеді. Сыбайлас жемқорлық дегеніміз не? Бұл игіліктер мен артықшылықтар алу немесе табу мақсатында өзінің лауазымдық немесе қызметтік өкілеттіктерін заңсыз пайдалану. Сондай-ақ сыбайлас жемқорлық бұл игіліктер мен артықшылықтар беру арқылы лауазымды немесе қызметтік тұлғаларды параға сатып алу. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін жауаптылық қылмыстық кодексті және әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодексті көзделген. Денсаулық сақтау саласы өте маңызды сала болып табылады. Сондықтан ондағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы қимылға бағытталған шаралар маңызды рөл атқарады. Егер біреу заңсыз пайда тапса, басқа адам денсаулығына немесе өміріне қатысты маңызды шешім қабылдаудан айырылуы мүмкін. Бұған жол беруге болмайды. Ұлттық шұғыл медицинаны үйлестіру орталығы өз қызметінде осы мәселені реттейтін Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы қимыл туралы заңы, Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі, әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодексі сияқты заңдарға сүйенеді. Ұйымда сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын алу және оған жол бермеу бөлігінде заңнаманы түсіндіру бойынша жұмыс жүргізіледі. Әрбір азамат сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға бағытталған барлық қажетті шараларды қабылдауға міндетті. Құқықтық мемлекетте өмір сүру үшін барлық азаматтар саналы болу керек. Егер сіз сыбайлас жемқорлық бұзушылықтарына тап болсаңыз, немесе ұлттық шұғыл медицинаны үйлестіру орталығына, жедел медициналық жәрдем қызметіне, немесе басқа медициналық ұйымға жүгінген кезде еріксіз куә болсаңыз, не істеу керек? Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы қимыл агенттігіне телефон, пошта немесе онлайн арқылы хабарласуыңыз қажет. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактісі туралы хабарлаған, немесе сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылда жәрдем көрсететін адам мемлекеттің қорғауында болады және Қазақстан Республикасының үкіметі белгілеген тәртіппен көтермеленеді. Сондай-ақ сыбайлас жемқорлық фактісі туралы көрнеу жалған ақпарат хабарлаған адам заңға сәйкес жауаптылыққа жатады. Бірге сыбайлас жемқорлыққа қарсымыз. Олай болса, балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе мына тест тапсырмаларын орындап көрейік. Біздің еліміз қалай аталады? Қазақ елі, Қазақстан Республикасы, Қазақия. Әрине, Қазақстан Республикасы. Біздің елімізді кім басқарады? Премьер-министр, президент, әкім. Әрине, президент басқарады. Келесі сұрақ, президентті кімдер сайлайды? Әкімдер, оқушылар, халық. Әрине, халық сайлайды. Біздің мемлекет кімдердің құқықтарын қорғайды? Өз азаматтарының құқықтарын қорғайды, өзге елдің азаматтарының құқықтарын қорғайды, ешкімнің құқығын қорғамайды. Әрине, өз азаматтарының құқықтарын қорғайды. Ендеше балалар, сенің тағы қандай міндеттерің бар? Және өз ісіңе жауапкершілікпен қарау дегенді қалай түсінесің деген тақырыпқа өз беттеріңше ойланып көре қойыңдар. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе мына ережені есте сақтауды тапсырамын. Басқа да адамдардың құқығын құрметтей біл. Құқық бар жерде міндет пен жауапкершілік болатынын естен шығарма. Бүгінгі сабаққа өте жақсы қатысты деген ойдамын. Сау болыңдар.